Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен өте дәмді болып шығатын саңырау құлақ қосылған салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Достар, видеоның соңына дейін қарап, сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Құрамына керекті заттар: саңырау құлақ, тұздалған қияр және де алдын ала қайнатып алған тауық еті, картоп, сәбіз және жұмыртқа қажет болады. Ең алдымен саңырау құлағымызды тазалап аламыз. Міне достар, дәл осылай барлығын бірдей етіп тазалап шығамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай ұсақтап турап шығатын боламыз. Міне достар, барлығын бірдей турап алдық. Енді алдын ала қыздырып қойған майымызға саңырау құлақтарымызды салып, қызарғанша қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Осы кезде біз алдын ала қайнатып алған және тазалап алған картопымызды сөркеден өткіземіз және де сәбізімізді де дәл солай өткізіп аламыз. Жұмыртқа және тұздалған қиярымызды сөркенің көмегімен өткізіп аламыз. Тауық етін видеода көріп тұрғандарыңыздай ұсақтап турап шығамыз. Менде дәл осындай форма бар. Салатымыз өте әдемі көрік беру үшін мен форманы пайдаландым. Ең бірінші картопымызды орналастырып аламыз. Дәміне қарай үстіне шамалы тұзымызды салып және де майонезбен жағып шығамыз. Келесі дәл солай сәбізімізді де орналастырып аламыз. Сәбіздің бетінен дәл солай тұзымызды сеуіп және де майонез жағамыз. Тауық етін орналастырамыз. Және де тұздалған қиярымызды орналастырып шығамыз. Тұздалған қияр өзі тұзды болғандықтан тұз себудің қажеті жоқ. Және де жұмыртқамыздың бетіне де тұз сеппей қойсақ болады, өйткені бізде астында тұздалған қиярымыз тұр. Енді жұмыртқамыздың бетін жақсылап майонез жағып, оның үстіне және алдын ала қуырып алған саңырау құлақтарымызды орналастырып аламыз. Достар, дәл осы салатты міндетті түрде жасап көріңіздер. Саңырау құлақ біздің салатымызға ерекше дәм береді. Сәндік үшін жан-жағына көк шөптермен орналастырып шықты. Енді формасынан алатын боламыз. Мінеки достар, өте әдемі әрі дәмді болып шығады. Дастархандарыңызға ерекше көрік беріп тұрады. Сіздерге де міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Егер менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Мен сіздерде міндетті түрде
жауап беретін боламын. Астарыңыз дәмді болсын.